Кайырлуу күн башыңызга. Бүгүн миксерсиз оп-оңой дайындалатын шоколадты пирог жасайбыз. Эң алдымен жумурткаларды жарып алабыз. Барлыгын мөлшерин астында калтыратын боламын. Дайындап койгон кантымызды салып, кант эригенче аралаштырып алабыз. Енді оған май құямыз. Шым тұз, су, және сүтті құямыз. Барлығын біркелкі араластырып алып, судамызды осылай азғантай қасықтың жартысынан етіп салып, оған уксус қосамыз. Уксус 9% болу қажет. Және де қопсытқыш қосамыз. Барлығын біркелкі араластырып алғаннан соң, ұнымыз бен какаомызды саламыз. Міндетті түрде електен өткен болуы қажет. Неге бізде осындай масса шықты. Енді өздеріңіз қалаған формаға құйып аласыздар. Мен әсел пештің дистіне құйып алдым, 4 бұрышты формасына. 200 градуста жарты сағатқа пешке салып аламыз. Арасының піскенін таяқша арқылы тексеретін боламыз. Өздеріңіз қалаған күйде әсемдеуге болады. Мен бетіне шоколад жақтым. Егер дәл осылай қалдырсаңыздар да болады, және де бетіне ұсақтап жаңғақты сеуіп шықтым. Тіпті бұған крем араластырып, күшті пирог жасасаңыздар да болады. Міндетті түрде толықтай суытып барып кесетін боламыз. Мінекей, өте әдемі шықты, толықтай суыды. Қазір бірге көреміз. Өте жұмсақ, жаңғақпен өте әдемі тұр. Жаңғақ тіпті күшті дәм қосып тұр. Өте әдемі. Асығыс кезде жасасаңыздар өте ыңғайлы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.